Мен Асанқан Әмір Нұрбекұлы. Мен Сәкен Сейфуллин орта мектебінде оқимын. Зерттеуші байқауына қатысам. Достар, мен сендерге жұмбақ жасырайын ба? Бар ма, жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Дұрыс, ол ауа. Біз бүгін ауа туралы сөйлесеміз. Онда біз тәжірибе жасап көрейік. Дәптер, шар, әтір. Онда біз тәжірибе жасап көрейік. Бұл шарды аламыз, оны үрлейміз. Шар үлкейді, мен оны ауамен толтырдым. Достар, мен оны жіберсем не болады? Достар, не болды? Я, дұрыс, ол өзінің қалпысына келді, кішірек қалды. Достар, ауа қозғалады ма? Онда ауаны қозғап көрейік. Мен қазір мынау дәптермен желпеймін. Не болды, достар? Я, дұрыс. Мен ауаны қозғалттым. Далада қалай қозғалады? Ағашпен, дұрыс. Балалар, ауаның иісі бар ма? Жоқ, ауаның иісі жоқ. Онда тәжірибе жасап көрейік. Қазір мен мынау әтірді мына жерге себем. Ал енді не болды, достар? Я, дұрыс, әтірді ауа жібереді. Ауа иісті өткізді. Достар, бізге ауа қажет пе? Я, дұрыс, бізге ауа қажет. Ауасыз біз өмір сүре алмаймыз. Қорытынды. Біз ауамен тыныс аламыз. Дөңгелегін ауамен толтырамыз. Суға түскенде ауа толған шарларды пайдаланамыз. Машина дөңгелегін ауамен толтырамыз. Сонда бізге ауаны не істеу керекпіз? Я, дұрыс, оған мусор тастамау керекпіз. Көп ағаш өсіру керекпіз. Таза ауа денсаулықты кепілі. Осымен менің тәжірибем аяқталды. Сау болыңдар, достар.